Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен бастауыштан кейін қойылатын сызықша деп аталатын сабағымызды бастаймыз. Бастауышта, баяндауышта атау тұлғалы зат есімнен болса, оның арасына сызықша қойылады. Мысалы, ата бәйтерек, бала жапырақ. Бұл жердегі ата деген бастауыш, бәйтерек деген баяндауыш. Бала бастауыш, жапырақ деген баяндауыш. Бұның арасына сызықша қойылады. Немесе бағанағы байлық қолдағы мұз, бала артта қалған із. Байлық бастауыш, мұз баяндауыш. Бала бастауыш, із баяндауыш. Екеуі де атау септікте тұр. Міне дәл сондықтан да олардың арасына сызықша қойылады екен. Келесі жағдай. Бастауыш сілтеу есімдігінен, жіктеу есімдігінен болып жатса, ал баяндауыш зат есімнен болса, бұлардың арасына да сызықша қойылады екен. Мысалы, бұл ұлы іс, бұл бастауыш, іс баяндауыш. Мұнау сілтеу есімдігінен болып тұр, мұнау зат есімнен болып тұр атау септіктегі. Сондықтан да арасына сызықша қойылады. Немесе, мен тауды ойнаған қарт марал, табаным тасқа тиер деп сақсынып шыққан қияға. Махамбеттің өлеңінен. Мен тауды ойнаған қарт марал. Марал мын деген жіктік жалғауы жоқ. Сондықтан да бұның арасында сызықша қойылып тұр. Мен деген жіктеу есімдігі, ал марал деген баяндауыш, бұл атау тұлғалы зат есімнен болып тұр екен. Міне сондықтан да оның арасына сызықша қойылады. Енді бастауышта, баяндауышта заттанған сан есім болса, заттанған сын есім болса, немесе есімшеден болса, олардың арасына да сызықша қойылады екен. Мысалы, адамның жақсысы жомарт, жаманы мылжың. Міне, жақсысы деген бастауыш, жомарт деген баяндауыш. Міне бұның арасына да сызықша қойылады екен. Екеуі де кім деген сұраққа жауап берді. Міне кімі, міне заттан тұр. Сондықтан да арасына сызықша қойылады. Немесе баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Міне жақсысы деген бастауыш, ал қызық деген баяндауыш. Міне дәл соның арасына сызықша қойылады екен. Келесі жағдайда бастауышта, баяндауышта сан есімнен болса, міне, бұлардың арасына сызықша қойылады екен. Екі жердегі екі, төрт. Екі жердегі екі дегеніміз бұл бастауыш, атау тұлғада тұр. Демек, бұл жерде де сызықша қойылады міне арасына, ал төрт дегеніміз баяндауыш, екеуі де сан есімінен жасалып тұр. Сондықтан да оның арасына сызықша қойылады екен. Немесе, 5 жердегі 5, 25. Бұл жерде де арасына сызықша қойылады екен. Ал есімшеден болатын жерге де мысал келтіріп кетейін. Ер жігіттің екі сөйлегені, өлгені. Сөйлегені дегеннен кейін сызықша қойылады. Себеп сөйлегені деген бастауыш, ал өлгені деген баяндауыш. Екеуі де есімшеден болып тұр. Несі, не деген сұраққа жауап беріп тұр. Міне, дәл сондықтан заттан тұрғандықтан бұл жардың арасына да сызықша қойылады екен.